Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен рукколадан дайындалатын ингредиенттері үйлесімді өте керемет дәмді салат дайындаймыз. Ол үшін рукколаны жақсылап жуып, оны әбден кептіріп аламыз. Кепкен рукколаны салатницаға салып, үстіне тұз сеуіп, бір ас қасық зәйтүн майын құйып, жақсылап араластырып аламыз. Апельсиннің қабығын жақсылап аршып, оны бірінші дөңгелектеп тураймыз. Одан кейін үшбұрышты ғып турап, салатымыздың үстіне саламыз. Жер жаңғағын ұсақтап тураймыз да, оны да салатымыздың үстіне салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін жайпақ ыдысқа жақсылап салып, бетіне моцарелла шариктарын ортасынан бөліп, әсемдеп салып шығамыз. Ең соңынан бальзамик соусын әдемілеп құйып шығамыз. Міне достар, осымен біздің салатымыз дайын болды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз.